Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен Вупи Пай тортын пісіретін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Керек ингредиенттерді мен астына жазып қалдырамын. Құрғақ ингредиенттерді алдын ала араластырып аламыз. 4 жұмыртқаға қантымызды қосып жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды құйып, және айранымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді екеуін бір-біріне құйып, жақсылап араластырып, тортымыздың қамырын жасаймыз. Дайын болған қамырымызды теңдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Тавамызды орта отта қыздырып, сұйық маймен майлаймыз. Піскенін білу үшін біз қолымызбен бетін ұстап көреміз, қолға жабыспау керек. Кремін жасау үшін біз 400 грамм творожный сыр және сметана керек. Творожный сырды алдын ала кішкене миксермен араластырып аламыз. Және де оған 200 грамм 31% сметанамызды салып, және де қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып, крем дайындаймыз. Глазурь жасау үшін бізге қара шоколад, сары май, сметана және сүт қажет болады. Қуырда жұмсақ болу үшін мен сүтке 1 ас қасық қант ұнтағын қосып, пропитка жасаймын. Жұмсақ болып шығады. Кремімізді осылай пакетке салып, тортымызға шариктар жасайтын боламыз. Енді тортымыздың бетіне глазурымызды құйып, бір келкі етіп жағып шығамыз.
Достар, сіздер өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай сәндеп шықтым. Және де холодильникқа 2 сағатқа қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.